ойдан арылудың жолдары дейді. Яғни жаман ойдан біз қалай арыламыз, құрметті жамағат? Фазкуруни азкуркум. Алла тағала айтады, мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Адамның ойынан еш уақытта жаман ой кетпейді. Бірақ сол адам үшін жақсы ойда болу керектігін Алла тағала мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Адамның өмірі қашан берекелі болады? Адамның ойы қашан тазарылады? Ол қашан әдемі ұйықтап, таңертең әдемі еш қайғы, мұңсыз оянады деген уақытта пайғамбарымыз айтады, адам баласы жатар уақытында бүкіл жаман ойдан мейлі сізге қастандық жасаған болса да дейді, оны кешіре білуінде деген екен. Бұл ой өзі екіге бөлінеді. Хусни зон дейді, жақсы ой, және де суи зон дейді, жаман ой дейді. Бұл хусни зон адам баласы өзінің жаратылысында бар негізі. Ол сол нәрсемен ойлау керек, сол формуланы ұстану керек негізі. Бірақ шайтан уәсуәс келген кезде сол жаман адамды, жақсы адамды жаман қылып көрсетуге тырысады сізге. Ал жаман ой, ол екесе ол жаман ой болып тұра береді. Оған жоламау керек. Бірақ мұсылман адамның ең алғашқы ұстанатыны жақсы ойда болу керектігін бізге шариғат талап етеді. Имам Науауи, Алла ол кісіден разы болсын, біліп қой деп, былай деп айтады. Адамдар туралы жаман сөйлеу тыйым салынған болса да, олар туралы жаман ойлау да тыйым салынған деген. Шын мәнінде, о иман келтіргендер, көп жаман ойға салынудан аулақ болыңдар. Шындығында ойлардың кейбірі күнә деген. Өте мейірімді, өте рахымды. Бүйтіп айтады, мен барлық күнәсін кешірем пендемнің дейді. Мына екі пенде келді дейді құзырыма, есеп қисап болады ғой ертең махшар әлемінде. Ол сол бір-бірінің ақысына өтіп кеткен, бір-біріне жаман ойлаған, бір-бірімен араздасқан, бір-бірінің ақысын бермеген екі пенденің арасына Алла тағала араласа алмайды. Қашанға дейін ол екі пенде мен сені кешірдім, мен сені татуластым демейінше жақсы ойда болайық. Кез келген кезде үзір іздейік. Сол адам жайында біз жаман ойлаған сайын бір кішігірім қателік жасап қойған кезде бүкіл өмір бойы сосын оны шынында да мынау сондай екен деп шығасыз кейін. Онымен я амандаспауға барасыз, онымен я сұхбаттаспауға, немесе оны жолмауға тырысасыз. Ал сол адам жайында жақсы ойда болсаңыз, жақсы пікірде болатын болсаңыз, әрдайым Алла бұйырғандай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өсиет еткендей болсаңыз, ол адамның жақсылығын көресіз.